Шеңе деп айғайлады. Шек туралы әңгіме естілмес, мен бақырып қоя бердім. Ағам өзі өкініп қалды ғой деймін, жүгіріп келіп мені құшақтай алды. Жүрек дегенді қойсашы, туыс құшақтан еріп кете жаздады ғой сол кезде. Онсыз да әкеміз қайтқалы іштей қамығып жүрген екеуміз бұл оқиға ерекше толқытты және қатты жақындастырып жіберді. Бірге жыладық. Данышпан мені ерекше мейіріммен құшақтап алып, аға болып жұбатты. Жағада құшақтасып, ұзақ отырғанымыз есімде. Ой Алла-ай десеңші, сол кезде Данышпан бар жоғы 7 жастағы бала екен ғой. Данышпан көбінесе үйде отырады, сурет салады, ежіктеп кітап оқиды. Одан қалса теледидардың алдында шоқиып үлкен адамдар көретін фильмдерді тамашалайды. Мультфильм дегенді көріп отырғанын байқамаппын. Данышпанды туған туыс жақсы көретін, үлкен кісілермен шай ішіп отырып, ойлы жанарын арлы-бері аударып, үлкендердің әңгімесін мұқият тыңдап отыратыны әлі көз алдымда. Біздікі не? Біздікі сол нанға майды жағып жіберіп, үстіне қантты сеу жіберіп, оқыра тиген бұзаудай далаға атып шығып, жын соққандай шапқылай беру. Денсаулығы жақсы зырылдап тұрған балаға даладан басқа не керек? Ал ағамның дерті оған ондай мүмкіндік бермейтін. Соны түсінетін бе, ойын баласымыз күн ұзақ айдалада қаңғып кешке көшенің шаңын көтеріп кеп пісілейіп жатамыз. Ойға ештеңе кіріп шықпайды. Маңайдағы сары домалақ, қара домалақтармен алысу, доп тебу, үйдің маңындағы тоғайдан ұры-беңкөтті іздеу, күшіктің тұмсығын жалау, құрымсқа төбелестіру бар жұмысымыз осы. Сол кезде деймін ғой, ағамның қасында болып әңгімелесіп сырласу керек-ау дегенді мен қайдан білейін. Жан ағамның да әкемнің артынан көп ұзамай мәңгілікке сапар шегетінін мен ақымақ білгем жоқ қой. Сол сұрқайы күзді есіме алсам, денемді әлі күнге дейін бір отты шер қариды. Қазанның сүрекей сүйкімсіз күндерінің бірі еді. Семей жаққа күз ерте келіп, артынан көп замай аспаннан салбырап қыс түсе қалатын. Сондай бір жауынды шашынды, ызғарлы күндердің бірінде мен аяулы ағамнан айырылып қалдым. Данышпан екеуміз қуықтай бөлмедегі жиналмалы тар төсекте қатар жататынбыз. Бір күні кешке қарай мазасы болмай тұрған ағам менен су сұрады. Ойын баласымын, шаршап сілікпем шығып келіп құлаған мен оның көңілін қимай ожаумен су әкеп бердім. Ол оны ішпей, мынауың жыл екен, суығын әкел деп қайта жұмсайды. Тағы әкелем, ол құдықтан тартып әкел деп тағы жібереді. Мен баруға ерініп, өзің тұрда ал деп жатып кеп қырсықтанам. Сөйтіп салғыласып жатып ұйықтап қаппын. Кейін ойлап отырсам, Данышпан ағам бұл фәни жалғаннан кететінін біліп, өлгенімді көрмесін деп далаға шығара берген екен ғой. Түн ішінде біреу мені көтеріп ап, басқа бөлмеге ауыстырып жатқызып жатқаны есімде. Таңертең оянсам, сыртта жұрт жиналып қалған, да шу, біреулер еңіреп жылап, біреулер басу айтып жүр. Түсінбеймін, басқа бөлмеде жатқаным да түсініксіз. Біз Данышпан екеуміз үйдің қасындағы өзен арнасында нағашы апамыздың қазын бағатынбыз. Күнделікті әдет бойынша атып тұрып Данышпан жатқан ортақ бөлмемізге беттедім. Біздің төсек жиналып, бөлмеге басқа көрпеше төселіпті. Соның үстінде бетіне ақ мата жабылған біреу жатыр. Ашып қалсам ағам, оятам деп жұлқылайын кеп, тұр дәкәй, қазір шығару керек, апам ұрсады ғой деп қоям. Ағам қозғалмайды. Көздерін тарс жұмып алған. Бала санам оның ойлы жанары жарық дүниені енді ешқашан көре алмайтынын түсінбеген еді. Далаға атып шығып жылап отырған шешеме келіп, дәкәй тұрмайды, мен қазға жалғыз бармаймын деп қиғылық сала бастадым. Бір жағынан жиналған жұрттың жылауы маған бір сұмдықты сездіргендей шошытып, даусым бәсең шығып, аяқтарым дірілдей бастағанын да сезіп тұрмын. Шешем, дәкәй қатты ұйықтап қалды, ол енді оянбайды деді. Мен әлі де елең-алаң қалыптамын. Бір кезде санамның түкпіріне ағам қайтыс болды деген суық хабар жетті. Осылайша мен алғаш рет ажал деген сұмның бар екендігін білдім. Қазалы жұрттың бір шетінде енді маған кім сурет салып береді, кім мені қорғайды енді деп еңіреп жылап тұрғаным көз алдымда. Сол кездегі ащы өкініш сезімі әлі күнге дейін кеудемді тозақ отындай күйдіріп, ұмытылмай жаңғырып тұр. Ер жеткен соң ағамның рухына бағыштап өлең жаздым. Елес. Ағам Данышпанның рухына бір көрініс келгенде, көз алдыма кештетіп, опытумен отырам, көңіл өшіп ескетіп, құтыла алман одан мен, дымқылданса жанарым,
өлең жазу тек қана құтылатын амалым. Көңіліме көп сурет жабысқанда баттасып, мен көремін күнде осы көріністі қысқасы. Сақалынан іңірдің шашыраса қызыл нұр, аппақ үйді көремін шөлмектерін тізілтіп. Тұрғындары той жасап жатады ылғи мәз болып, жымиысып алады мұңдануға аз қалып. Шатырына сол үйдің жетім құстары қонақтап, үнсіз ғана отырар, жан жағына алақтап. Әткеншектің зарлы үні жұбатады тек мені, күлкісіндей сәбидің нұр кернейді өкпені. Сол бір елес білемін, өң мен түстің арасы, аула ішінде бір сәби бұлдырлайды адасып. Бұлдыр-бұлдыр сөйлеуі жүрегіме тым жақын, жазғым келер сондағы қызыл сары құмғатын. Бұлдырлайды маған ол, екі дүниеде қымбаттым, өлімнен де тым қиын оған бірақ тіл қату. Сол бейнені түр-түсі өз әкемнен аумаған, іздейтұғын боп алдым тұмам басқан ауладан. Ағам еді ол менің, елес іші қамалған, мүлде бөтен кеңістік жолатпайды мен оған. Қайран менің аулада құмда ойнаған жолдасым, қолын бұлғап тұрады ағылғанда көз жасым. Әппақ үйдің алдында иіскеп алып басынан, ертіп кетер он әкем жұлдыз ағып шашынан. Құдайдың баласы. Шешем бір жылдан кейін күйеуге шығатын болды. Бұл мен үшін мүлде күтпеген жайсыз хабар еді. Марқұм нағашы апамның мамаңды бір жақсаға үйіне әкетеді, сол сенің папаң болады деп жатқаны жадымда. Әке болудан әдірім қалғыр әлгі жақсағамыз 50 жасына дейін жылқы бағып, дала кезген, адамдармен араласпағасын, түз тағысына айналған қарабайыр һәм қатал адам екен. 50 жасына дейін әйел мен бала дегенді білмеген, дүлейге менің шешемді зорлап қосқан сияқты. Шешемнің қалың малы ретінде нағашы апамның босағасына бір қара бие байланды. Сол қарыны қампиған қара биені сұмдық жек көретінмін. Ешкім жоқта қорада тұрған байғұс жылқыға алыстан тасатамын. Сөйтіп, менің шешеме айырбасталған жануардан өш алғандай боламын. Шынымен бір күні шешем ақыр үйден кетіп тынды. Есімде қалғаны той болатын күні мені үйге қамап тастады. Түні бойы я қорқыныштан, я қорланғаннан, я шешемді қимағаннан ба ұзақ жыладым. Ертеңгі түкінді тойдан әкелген бауырсақты жеп, өксігі басылмай отырған мені Маржан әпкем жұбатқансыды. Мамамыз барған үй үлкен екен, болашақ папамыз бай екен, бәрімізді жарылғап тастайды екен деген сөздерді айтып, өзі де қыстыққан жасын жасыра алмай жылап жіберді. Күннен күн, аптадан апта озып жатты. Мен болсам, көзім бозарып, нағашыларымның үйінде әлі жүрмін. Шешем анда-санда келіп тұратын, кейін онысы сирей бастады. Соған қарағанда қара қайыстай күйеуі жібермейтін болуы керек деп ойладым. Бестен асып алдыға бет алған кезім, күнде бір ермек тауып алып, ағам мен анамды ұмытуға тырысып жүрмін. Түгетпейді деп қоям, өскесін мамамды анасы бір сорайған сұмырайдан құтқарып алам деп өз-өзіммен серттесемін. Сол ұлы жорыққа аттану үшін ағаштан қылыш жасап, садақ иемін. Күнде кешке қарай қысқа көшенің ана басынан мына басына дейін жүгіріп жаттығамын. Мен бір күні анамды құтқарамын. Шешем кеткеннен кейін бұрынғы менің әңгімемді асыға күтіп жүрген тыңдармандарым енді еңбексіз кәмпит-сәмпиттерін беретінді шығарды. Біреу қолыма құрт немесе пішіне бере қалса, бір әңгіме бастай қалсам, рахмет айтпай-ақ қой деп басымнан сипап, күрсініп кете беретін. Мен оған не боп қалды деп артынан қуып барам. Жетіп алған соң бір әңгіме айтып берейінші деп жалынам. Ол жоқ, кәмпитті былай ала ғой дейді. Мен түсінбей далмын. Олардың мен аяп жүргендерін қайдан ғана білейін. Осындай 2-3 жағдайдан кейін жыным ұстап, тегін келген тәттіден бас тарттым. Содан бері тәттіге жаным қас, мүлде жемеймін осы күнге дейін. Шешем тұрмысқа шыққалы, ағам қайтыс болғалы, көңілсіз күндердің тізбегі еш толастаған емес. Бір күнімнен аумай, ақырын жылжып өтіп жатты. Сырттағы жылдың қай мезгілі де еш өзгермейтін секілді боп көрінетін. Көшедегі ойынға да, үстелдегі кәмпитке де зауқым жоқ. Біреуді барып жабысып құшақтағым келетін сияқты. Біреу мені құшақтап еркелетсе деп армандаймын. Нағашы ағаларым өз балаларын айналып толғанып жатқанда, маған да бір жылы сөздің ұшқыны тиіп қалар деп жәутеңдеп тұрғаным. Өзіңіз ойлаңыз, мен әкемнің жан еркесі Шолжаңбайдың нақ өзі болған баламын.
Жұмыстан келе сала әкейдің мойнына мініп алып, анау тиісті, мынау тиісті, ананы әпер, мынаны әпер деп ырбиып жылай беретін балпанақтай баланы арада 2 жыл өтпей ақ сирақтары сыриған, көзі мұңлы, жан-жағына үрейлене қарайтын, өзі сақ, бетінде қан сөлі жоқ балаға айналады деп кім ойлаған. Әке шешесінің қасында пысылдап ұйықтап, көзін былшықтан тазарта сала, еркелеп ойнақтаған баланың алдында қандай тағдыр күтіп тұрғанын кім білді дейсіз. Тәңірі салса бәрін көресің, аяқ астынан бәрі өзгеріп шыға келгенде, не істеріңді білмей абдырап жан-жағыңа жаутаңдайсың да қаласың. Жып-жылы үйден даладағы қақаған аязға лыпасыз лақтырып жібергендегідей күй. Қорғансыздық һәм осы хәл әділетсіздік секілді, немесе біреудің қылық күнәларының өтеуі сияқты. Бірақ неге мен? Қаршадайымнан жүрегімді қараған осындай сұрақтарға мен қаншама рет кездестім екен. Дегенмен бала жанымды шырқыратқан азапқа салған осынау шиеленісті күндерде менің қазіргі күрделі болмысым қалыптасып жатты. Мен өмірдің бояуларын өзімше көруге үйрендім. Шешем басқа үйге көшкелі жылы Маржан Талдықорғандағы училищеге оқуға түскен еді. Одан да көп болды хабар жоқ. Жалғызсырағанның көкесін көрген 2 бала болса, оның бірі менмін. Жалғыз болса тағы менмін. Жаратылысымнан жүрегім нәзік екенін сезетмін. Бала кезімнен өзге, балалардан жүрісім де, тұрысым да өзгеше болатын. Дүниені қабылдауым да. Бұдан кішкентай кезімде қандай қияли болғанымды жоғарыда сізге баяндап бергем. Қазірде жетісіп тұрғаным шамалы. Әрнені қиялдап, жоқтан бар жасап, жан сарайымда өзіме ұнайтын әлемімді сомдап алғам. Ол әлемде бәрі мүмкін. Кейінгі уақытта бұл жалғанда қарасы көрінбейтін әкені сағыну сезімі пайда бола бастады. Сол кісінің рухынан медет тауып іштей сырласатын едім. Әр күнім мен үшін ғасырдан да ұзақ болатын. Әсіресе кеш қарайған кезде өзімді қоярға жер таппай, ғаламат аласұратын болдым. Тезірек ұйықтауға асықсам да, маза бермейтін сансыз ойлар мен жанымды жегідей жеген сағыныш, тағдырдың жасаған әділетсіздігіне деген ыза бойымды билеп, ұйқымды қашыратын. Тәнімнен гөрі санамның тез есейіп келе жатқанын мен сол ұзақ кештерде өте жақсы түйсінгем. Ауладағы балалардың сөздері сәбидің былдырындай әсер ететін болды. Еш менсінбеймін, сөйлескім де келмейді. Ойындары да қызық емес. Мұның бәрі жалғыздықты одан әрмен үдеткенін сізден несіне жасырайын, қадірменді оқырманым. Адам қандай жағдайға түссе де көнеді екен ғой. Егер ол қуанышты жағдай болса, оны тудырған уақыт лезде жоғалады. Қиын жағдай болса, созыла береді. Менің балалық шағым да созылмалы дерттей бітпей қойды, өтпей қойды. Өзімде ер жетпей қор болдым. Кілет үйдегі біздің елде артық ауыз заттар тұратын қойманы кілет үй деп атайды. Бағанаға сызып қойған межеге бойым әлгі жетер емес. Турникке тартылып сәбіз жесем де бойым сол қалпы. Ал ойым бойымнан әлде қайда өсіп кеткен. Сыртым бала, ішім үлкен адам боп қақ жарылдым. Ертерек ер жетсем, мына адамдардан, мына үйден, мына ауылдан қарамды батырамын деп ойлайтынмын. Алматыда дүниеге келсем де, ол кезде менде қала туралы түсінік мүлде жоқ қой. Барлық ойым әйтеуір үлкен адамдар сияқты бөлек тұру, ызғарлы жанарлар қарасынан құтылу болатын. Алайда ол күндер әлі тым алыс еді. Ол күндерге жеткенше әлі талай қызық пен теперіш көруім керек екенін мен ол кезде әрине білген жоқпын. Дегенмен бұл дүниеде мейірім бар, достар. Мәселен, нағашы апам мені керемет жақсы көретін. Менің әкем жайлы қызықты әңгімелерді де сол кісі айтатын. Тұңғыш күйеу баласын өзінің ұлындай көргендігін жиі айтып отыратыны жадымда. Есімде қалғаны, нағашы апам зауыттағы станокқа қырып алған шолақ саусақтарымен күн ұзаққа картоп аршып отыратын. Ырғағы әдемі бір әнді ыңылдап отырушы еді жарықтық. Сөйтіп жүргенімізде кейінгі күндері нағашы апам мені Құдайдың баласы деп атайтынды шығарды. Бала болған соң ойнап жүріп бірдеңені бүлдіріп қоясың. Онсыз да жүрегің езіліп жүргенде қырсығып айтқандағы тыңдамайсың. Сондай кездерде нағашыларымның бірі қабағын шытып ұрысса апам, «Әй, тиме оған, ол Құдайдың баласы емес пе?» деп бетін қайтарып отыратын. Бір емес 2-3 рет естідім. Беті жұмсақ, қызыл шырайлы әжелер келіп шай ішіп отырғанда, Құдайым-ай, аман болсын шайтеуір, енді бұл Құдайдың баласы ғой» дегенді тағы да естігем. Сонда мен неге Құдайдың баласы, ол кім Құдай деген деп ойлайтынмын. Апамнан осыны сұрайыншы деп жүргенде өзі бір күні мені айналып толғана қалды.
Апа, менің мамам папам құдай ма? Не дейді патша